осы жігіттер біздің тойды керемет қылып өткізді деп ойлаймын. Ал енді мына көлгөсір дастарханның иесі мәкең мақсат деп жатырмыз ғой. Бірақ енді ең бастысы қуанып отырған ол төрдегі бәйтерегіміз алтын құрсақ анамыз ғой. Келесі анамыздан келекші отыр. Қуаныш құтты болсын. Ана деген салам, жүрейін мейлі жүзге толып, төбекпін мен саған. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана. Қуанышыңыз құтты болсын апа. Той қоласың. Бір баласы бардың шығар шықпас жаны бар, екі баласы бардың өкпе бауыры жалы бар, үш баласы бардың сонау Самарқанда, Бұхарада да малы бар. 4 баласы бардың айға салатын жолы бар, 10 баласы бардың қамалатын қолы бар деп еді қазақ. 3 қызыңыз, 2 ұлыңыз бар екен естіп пе еді. Алла көпсін бесін. Елемейлі, кейде бізді елеме, қызударын тарап тұр ғой денеге. Оттастық, күндестік дейді ғой, одан ыстық көрінеді немере. Басында жоқ. Біреуге айтсаң сенеме. Ол қызыңа көп айтасың өнеге. Бал да тәтті, қант та тәтті дейді ғой, бірақ одан тәтті көрінеді немере дейді аталарымыз, әжелеріміз. Сол тәтті немереңіздің құрметіне жасалған ұлан асыр тойыңыз тойға ұласа берсін. Кейде бауырларды көреміз. Бірақ мынау балаларыңызға қарап мен арнайы өзіңізді ортаға шақырып тұрғам. Осы балаларыңыздың татулығын Алла тілінің тілінен сақтасын. Көзінің көзінен сақтасын. Мына қос келініңіз апалы сіңілдей араласып жүр. Барлық бауыры бауырмал болып жүр. Осы татулығынан айырмасын. Әйтпесе неше түрлі бауырды көріп естіп жүрміз ғой. Әкесінің қалған дүниесіне таласып бір-бірін сотқа беріп жүрген бауырларды көрдік. Бауыры аяққа тұрса, мен көмектескен едім деп жақсылығын жүрген жерде міндет қылып жүретін бауырды көрдік. Осыны мен оқытқанмын, тойын мен жасағанмын деп міндетсініп жүрген естік. Бір араб жазирасында ағасы мен інісі дауласып жатыр дегенді бір сот естіп, екеуін алдына шақырып ұрсыпты. Бір әкеден, бір анадан туылып, ел айтатындай бітпейтін не дауларың бар? Қане сен айтшы деп ағасын айтса, ағасы айтты. Анам менің қолымда тұрады. Інім сұрап қоймай жүр. Бірақ мен анамның қызметіне жарап, жұмаққа қырғын кеп бермей жүрім десе, інісі шағымданды. Негізі анасы кішкентай баласымен тұру керек. Анама қызмет қылып, мен де жұмаққа кіргім келеді деп ағамнан сұрасам, ағам бермей жүр. Дауымыз осы ғой десе сотшылаған екен. Қандай тамаша талас деп. Мына балаларыңыз таласса, сіздің қызметіңізге ғана талассын. Мен енді мына жерде қаншама ер азамат отырса да арнайы өзіңіз шақырдым. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алла игілік мен сәлем болсын. Мұхаммед жайлы Құранда Алла былай депті. Ол дін жайлы жүрек қалауымен ешқашан жалған сөйлемейді деп. Ал енді жалған сөйлемейтін адамзаттың асыл Мұхаммедтің мына сөзі бар. 3 адамның дұғасын Алла қайтарусыз қабыл етеді. Ол жетімнің дұғасы, ол мүсәпірдің дұғасы, және ата-анасының баласына жасаған дұғасы деген екен. Мына жердегі ағайынның айтқан тілегі қабыл бола ма, болмай ма, оған ешкімнің кепілі жоқ. Бірақ сіздің дұғаңыздың қабыл болатынына Мұхаммед пайғамбар кепілі болған. Сондықтан осы балаларыңызға бір батаңызды сұрағымыз келіп тұр. Алла қабыл етсін. Иләхи тілегіңіз болсын. Мен деген балдарым, аман болыңдар жандарым. Мен сендерді өте жақсы көремін.